Жазира Асылбекке келеді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет қайғылы. Жеріне келгенде көзі жасауға кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайырды, қуанды. Барлық қызық кітаптар тең ғой деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын еді. Енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы